Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен өте дәмді, бәріміз сүйіп жейтін орама ханымның ерекше түрін бірге дайындайтын боламыз. Яғни бұл тағамды біз духовкада пісіреміз және қамырына жұмыртқа мен сары май қосылатын болады. Өте дәмді және сочный тағамдардың бірі болып шығады. Яғни тура самса сияқты десек те болады. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен табағымызға бір жұмыртқа, бір шай қасық тұз және 30 грамм сары май. Сары майдың орнына маргарин қоссаңыздар да болады. Және мен 50 миллиграмм суымды құйып алып, жақсылап араластырамыз. Яғни егер қаласаңыздар сары майды ерітіп алсаңыздар да болады. Менде бөлме температурасында тұрған сары май жұмсақ. Енді үстінен осылай 2 стаканда ұнымды салып, жақсылап қамыр илейтін боламын. Яғни қамырымыз осылай жұмсақ болып шығатын болады. Енді қамырымызды 10-15 минутқа қойып қоятын боламыз. Біз ішіне салатын салмаларын дайындап аламыз. Мен 4 картоп, 3 осылай жуа пияз, сосын 400-500 граммдай осылай сиыр етін алып алдым. Және де мен осылай азғантай қойдың құйрығын турап алдым. Және бір тұз, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша бір шай қасық қара бұрышымды салып, жақсылап араластырып алдым. Май салу міндетті емес, құйрық май, яғни майлы болсын десеңіздер ғана салсаңыздар болады. Енді осы қамырымды алып, жақсылап жұп-жұқа етіп жайып алатын боламыз. Міне менің қамырым дайын болды. Енді қамырымның үстінен кәдімгі өсімдік майыны, яғни подсолнечный масло дейміз ғой, соны жағып аламыз. Енді қамырымызды дәл ортасынан мен 2 бөлікке бөлетін боламын. 2 бөлікке бөлдім. Енді салмамды да осылай 2-ге бөліп, екеуіне бірдей етіп, яғни салмаларымыздың барлық жері біркелкі болғанша осылай жайып шығамыз. Міне менде осылай дайын болды. Енді қамырымды осылай бір шетінен бастап орап алатын боламын. Міне осылай орап, қалған шетіні үстіне қаратып жақсылап жабыстырып аламыз. Және мен листке салып аламын. Мен листке пергамент қағазына төсеп алдым. Пергамент қағаз болмаса, кәдімгі маймен майлап жіберсеңіздер жеткілікті. Енді үстіне бір жұмыртқаның ағы мен сарысын осылай араластырып, жағып шықтым. Бетіне күнжітпен осылай әсемдеп шықтым. Күнжіттің орнына мак немесе қара күнжіт сепсеңіздер де болады. Енді осылай пышақпен кесіп алатын боламын. Яғни соңына дейін кеспейміз достар, сәл ғана пышақты осылай батырып аламыз. Яғни піскен кезде оңай бөлінетін болады. Енді 170 градуста 25-30 минуттай пісіріп алатын боламыз. Немесе 30-35 минут пісірсеңіздер де болады. Яғни аралары піспей қалады деп ойлайтын болсаңыздар. Міне менің осылай орамам дайын болды. Яғни орама самсам дайын болды. Өте дәмді, сочный болып шықты достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің видео рецептім сіздерге ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айнұр, ас болсын.